Сәлем достар. Бүгін біз сабақ 9-шы сабағымыз болады. Тікелей эфир емес. Мен бүгін бос болмаймын кешкі 9-да, сондықтан алдын-ала видео түсіріп қояйын деген. Біз осы уақытқа дейін өткен тақырыптарымыз бәріміз талқылау жөнінде қайтадан еске түсіру мақсатында жазылған нәрсе. Массивтер, кіріспе, класс дегеніміз не, мұрагерлік, перегрузка методы, қайта анықтау, интерфейс, пакеттер, рұқсат модификаторы, исключение деген нәрсені өткен болатынбыз. Енді соны қайтадан еске сақталу жолын үйренеміз. Metonit деген сайт бар, metonit.com деген сайт бар. И осы жерде мен Java деген таңдасаңыздар, Java есебін таңдаймыз біз. Біз Java есебін оқимыз. Кіріспе, бірінші кіріспесін қарайық. 96 жылы шыққан Sun Microsoft компаниясы жасаған Java-ның езігін. Одан кейін Oracle компаниясы Sun Microsoft сатып алады. Содан кейін жаңағы Java тілі бізді әмбебап езік программирование болған, программалау тілі болған. Содан бері ол үлкен жол жасады, и және қазіргі уақытта біз Java-ның 19-шы версиясы пайда болды. Біздің Қазақстанда рынокта қолданатын версиялар 8 бен 11-ші версиялар. 20 сентябрь күні 2022 жылы шыққан екен. Java-дан жай ғана платформадан үлкен экосистемаға айналып кетті. Одан бөлек десктопный приложение деп айтылады. Өйткені біз программа жазу, браузер емес, и және веб-сервис, веб-порталдарға арналған. Қазіргі уақытта веб-сервистерге кетіп қалды. Ол Spring фреймворк арқасында. Планшет, мобильный приложенияларға, бытовой техникаларға дейін бәріне кеткен. И және ең жақсы дамыған Java-ның Android операциялық жүйесі онда Java-да жазылады. Енді Java-ның негізгі вообще қалай жұмыс істеу принципі, ол байт-кодқа айландырады. Бізде exe деген файл болмайды. И сондықтан ол независимый болады, тәуелді емес платформаға. Потом байт-кодты алады да JVM машинаға салады, Java Virtual Machine деген. И сол жерде жаңағы орындайды да, интерпретациясын жасайды да, сон байт-кодтан JVM-ға айландырып, сонымен машина жұмыс істейді. Компилируемый езігі емес, C++да exe шығатын еді. Одан кейін бөлек Windows, Linux, macOS бүкіл операциялық жүйелер жұмыс істей береді. И байқасаңыздар, барлық JVM машина бәрі бір кодты сол жерде әртүрлі орындай береді да, сол моментте. Java тілі C-дің синтаксисін алған, және C++, C# синтаксисіне сәйкес келеді. И сондықтан жаңағы C++, C# білген адамдарға ол Java-ны меңгеру өте оңайға соғады сіздерге. Бұлдың Java-ның ең бір жақсы бір қасиеті автоматический сборщик мусора деп аталады. Мысалы, памятті автомат түрде өзі тазалайды. Ал бізде C++-те деструктор арқылы өзіміз тазалау керек болған. Ал мына жерде бізде сборщик мусора біз үшін өзі істейді автомат түрде. Java объектқа бағытталған тіл болып саналады. Ол жерде полиморфизм, мұрагерлік, статикалық типизацияның және инкапсуляцияның бәрін орындайды. Объектті бағытталған подход бізге не үшін қажет? Өйткені бізде өмірде бүкіл нәрсені объект ретінде жақсы елестететіндіктен, сол үшін бізге оны бөлуге болады. Мысалы, үлкен объектті бірнеше декомпозициясы болады. Декомпозиция деген сөз үлкен нәрсені бөліп тастау. Енді Oracle JDK мен OpenJDK деген айырмашылығы неде? Java Development Kit деп аталады. Бұл жерде Oracle JDK, OpenJDK деген бар. Екеуінің айырмашылығы неде? Екеуі де компания Oracle жасайды. OpenJDK жаңағы компания Oracle не алады, бірақ бірнеше компаниялар қосылып тағы да өзге түрлі енгізеді. Бұл жерде лицензия жағынан келген кезде Oracle JDK бесплатный қолдануға болады. Өзіміз жеке тексеруге, немесе разработкаға, тестировать етуге, демонстрацияға жаңа жасау үшін. Ал қалған уақытта коммерческий лицензия керек, подписка ретінде сатуғамыз сол кезде. Ал OpenJDK бізге тегін болып саналады. Екеуінің Oracle JDK мен OpenJDK-ның айырмашылығы жоқ, бірақ жұмыс істеу принципі бойынша Oracle JDK жылдамырақ істейді OpenJDK-дан қарағанда.
И және OpenJDK кішкене глючный деп аталады. Oracle JDK уже тұрақты, стабильно жұмыс істейді деген сөз. Оның орнатуының жолдары Oracle.com Java Technologies доғанысқа кірсеңіздер, өздеріңіз операционный системаңызға байланысты Linux, macOS, Windowsқа байланысты алып аласыздар. И осының ішінен жаңағы архив немесе инсталлер қойсаңыз, инсталлер сізге кәдімгідей установщикті запускать етеді. Next деп баса бересіздер, орнатыла береді. Келесі бетке өтейік. Жаңағы Java'да бірінші Windows'ты жазу керек болса, бізге блокнотта жазсаңыздар болады дейді, бірақ бізге Java'мыз қай жерде орналасқанын бізге көрсету керек. Соның bin папкасында JavaC деген компилятор болады. Сол компилятор арқылы, мысалы, сол жерде программаны жазып, біз өзіміздің System Out Println'нен Hello World-ты шығарамыз. Кластың алдында әрқашан модификатор доспа тұрады, public деп, өйткені ол бізге барлық жерге көрінеді, және біз оны командалық строкада запускать ете аламыз. Одан кейін класс болады, кілттік сөз класстан кейін класстың аты болады. Онда біздің класстың аты программ деп аталады. Және де фигуралық скобканың жақшаның ішінде класстың мүшелері тұрады. Мысалы, мына жерде бізде класстың ішінде, программ классының ішінде бізде метод тұр, main деген статикалық метод тұр. Main деген метод болу керек, ол жерде біздің программа входной дейді, мысалы точка. Осы жерде бүкіл управление, бүкіл программамыз басталады біздің. Статик деген нәрсеміз алдында өткендей сақ тақырында бізге объект құрмай, метод шақыру. Және void деген ол ешқандай мән қайтармандықтан бізге static void жазамыз. Одан кейін мынаның ішінде скобканың ішінде string RGC деп тұр, оның ішінде аргументтер список тізімі болады, бірақ строка түрінде, жол ретінде. System Out Println деген бізге экранға шығарып беру керек, сол үшін арналған метод println. Сол туралы қысқаша ақпарат, қалай командамен аламыз, запускать етеміз, мысалы JavaC, программ Java деп, потом Java дейміз да, программ деп жазамыз, нүкте Java қоймаймыз. Енді перемен окружениеға мысалы қою керек болады. Ол үшін мысалы мен жерде cmd командасын запуск жасаған кезде Java version деп жаза салам. 17 версия тұр екен. И жаңағы өзіме қою керек болса, переменная окружение деп жазасыздар. Переменная система. Сол жерде переменная среды. Мына жерде pass деген бар. Изменить бассаңыздар, мысалы Java-ның мысалы қай жерде тұрғанын көретесіздер. Bin деп тұр. Оны өзіңіз қоссаңыз болады, создать дейсіздер де қоса саласыздар. Сонымен кез келген командалық строкада сізге программа запуск етіле береді. Мен жаңа айтып кеткендей. Келесі бетке өтеміз. IntelliJ-ді программа жазуды мен сіздерге көрсеткем. IntelliJ-дің екі түрі бар. Скачать етудің интернеттен терсеңіз. Ultimate деген платный версиясы, ақылы түрі. Community тегін. Бұл жерде кішкене мүмкіндік шектеулер аз, бірақ бізге комьюнитимен жұмыс істей береміз. Ultimate-пен қолдансаңыз болады, 30 күнге тегін. Егер студент болсаңыз, студенттік университеттің почтасымен сіздерге тегін болады. Проект құру үшін жаңа проект, атын береміз, проекттің атын, қай жерде орналасқан, қандай тілде жұмыс істейді, Java деп таңдайсыздар, IntelliJ и потом JDK-ны қай жерден қоясыздар. Менде 17 версиясы тұр. Сонымен программа CRC деп басамыз, жаңа класс деп басамыз, программ деп класстың атын береміз. И және кодтың ішіне жаңағы static void main қоямыз да, сонымен мынау батырманы басу арқылы немесе Ctrl-Shift F батырмасын басу арқылы қосып комбинасы бар программаны запускать етуге болады екі түрлі жолмен. Немесе мына жерден басуға болады. Сонымен экранға сізге мына Hello Java деп шығады. Одан бөлек NetBeans деген тағы бір программа бар, IntelliJ сияқты. Ол бұл тегін. Бұның интерфейсы кішкене басқаша. Мысалы деп таңдайсыздар, мысалы новый проект деп, Java приложение деп, Activate деп, Hello app деп, пакеттің суреті, проекттің суреті кофе тұр. И қандай библиотекалар тұр. Класстың аты Hello app деп тұрады.
және static void мен сіздерге автоматты түрде генерация жасап береді NetBeans'те. NetBeans'те тағы да Eclipse деген нәрсе бар. Міне Eclipse.org қолданыстың скачать етіп аласыздар. Жаңа проект дейсіз, Java проект, Next басамыз. Проекттің атын береміз, қай версиясын JDK-ны қолданамыз. Соны мынандай ашылады. Ашылған кезде hello app, соның ішінде new class дейміз. Және класстың атын береміз, public modifier міне. Осылай өзі автомат түрде тұрады. Мына жерге public static void main қоссаңыз, сол методты өзі автомат түрде сізге құрып береді. Запускысы міне тоже play күнің батырмасы. Немесе run деген батырма мына жерде менюні тауып, мына жерден runды басып орындаймыз. Енді екінші главасы, екінші тарау основа программирования Java тілінде жазудың негіздері. Инструкция деп аталады, statement деп, немесе қазақша айтқанда операторлар іс-әрекеттер деп мысалы. Statement деп аталады. Әрбір инструкция біткеннен кейін ол нүктелі түрі болу керек. Көрдіңіздер ме? Аяқтаған кезде нүктелі түрі қойып отырды. Инструкцияның соңы деп анықталады. Одан кейін system out print методты шақыру бізге hello Java деген жазуды экранға шығарады. Сонымен бізде блок деген нәрсе бар. Блок дегеніміз бәрін бір жерге фигурал жақша. Ол мысалы егер шарт болса, немесе метод болса, соның ішіндегі блок дейміз. Соның ішінде қандай инструкциялар орындалу керек екенін жазамыз. Бәрін бір жерге жинаймыз. Жинақтау деген сияқты блок. Блоктың ішінде бір шартқа байланысты болуы мүмкін, немесе циклдың блогы болуы мүмкін, немесе методтың блогы болуы мүмкін. Мысалы, мына жерде мына блок бір рет алғана инструкция тұр, system out print main шақыру. Комментарий жазудың жолы көпше комментарий. Бірнеше жолдан тұратын комментарий керек болса, обратный слэш, жұлдызша, одан кейін текст жаза береміз, enter басып. И потом жұлдызша слэшпен жабамыз, обратный слэшпен. Бұл көп жолды комментарий деп аталады, ал мынау бір жолды комментарий деп аталады. Сонда осы программадан кейін начало объявления классы программ деген нәрсені бір жолды деп аталады. Мынауда да бір жолды. Енді бізде деректерді сақтау үшін бізге айнымалы керек. Айнымалыда бізде деректерімізде мысалы сан болуы мүмкін 15, 20 деген сияқты. Сол әрбір санымыз өзгеріп отырғандықтан бізге айнымалы деп айтылады. Айнымалы бізге жаңағы памяттің бір мүмкіндігін береді. Сол айнымалы аты бойынша бізде сол жерде әрбір типтің мәні сақталады. Мысалы типті анық деген мына жерде мысалы int болып тұр бізде, имя перемены x болды. Айнымалының атын біз кез келген атпен қоя берсек болады. Int дегеніміз енді 4 байт ақпарат сақтайды. Inttің типін оны қазір қараймыз. Айнымалылардың жаңағы кез келген шарт бойынша орындалу керек дейді. Кез келген алфавитті немесе цифрлық символдар болады. Және де ассызылған нижний подчеркивание дейді. Пробел, ассызылған пробел. И және де бірінші символ бізде сан болмау керек. Пунктуация, пробел болмау керек дейді. Имя не должно быть ключевым словом языка. Мысалы, кілттік сөздер бар, тізімі, мысалы, класс, паблик деген сияқты тілдер жазбау керек. Сонда осы үш нәрсенің жаңағы ережесін бір қарастырып кетейік практика жүзінде. Және Java'da регистрі зависимый, регистрі тәуелді деп айтылады. Сондықтан сіздің нам деген айнымалыңыз бен нам деген айнымалы екеуі әртүрлі болып саналады. Оны есте сақтап алыңыздар. Жаңа пакет құрам. Метанит. Variable деп класс создавать етіп қояйын.
сіздерге экрандарыңызды көрсетеміз. Мысалы, бірінші ережесін айтады, кез келген алфавит сан символ болады дейді, айнымалының аты дейді. Мысалы, бізде айнымалының типі int болсын, кез келген алфавиті дейді, мысалы. Тест бар деп қойдық. Енді екінші ережесінде айтылған, бірінші ережесінде айтылған бірінші символ бізде сан болмау керек дейді. Онда мысалы 1 деген қоямыз, несіге қате береді, түсінбей қалды, оны түзедік. Екінші жол айтылады, пробелмен сызықшалар болмау керек. Int тест бар 2 деп. Көрдіңіздер ме? Қате берді. Бар 2, 3 деп қойды. Мен қате берді. Ол үшін біз жаңағы бар 2 деп асызылған пробел қоямыз. Және де кілттік сөз болмау керек дейді. Қазір кілттік сөздердің спискісі шықса көреміз, сол кезде айтамыз. Мысалы, кілттік сөз int деген кілттік сөз, public, class, package дегендер болып тұр, мысалы. Бұлай болмайды дейді. Көрдіңіздер ме? Мысалы, кілттік сөз емес етсем, сол кезде істеп кетті. Айнымалының шақыруының жолы, айнымалының аббревиативтің етудің түрі жаңағы int x деп. X деген айнымалын құрдық, оған мәнді беру. Тең деген операция арқылы меншіктеу операторы, біз сонда бір санды int бүтін сан болғандықтан біз осыған мәнді енгізуіміз керекпіз. Мынау істемей тұрған себебі өйткені public static void mainмен немесе тіркеу керек. Оны жаңа тікелей ақпараттың санын бере салуға болады бізге. X айнымалысына біз 10 деген жаңағы айнымалысын құрдық, және соған мәнін бердік. Инициализация деп аталады. Бастапқы мәнін бердік. Сонымен байланысты енді шығарамыз. Егер біз X айнымалысына мысалы мән бермесек, бізде қате шығады дейді. Оны қазір дәлелдейік, тексеріп көрейік. Көрдіңіздер ме? X айтады, X might not have been initialized дейді. Оның міндетті түрде мәні болу керек дейді, шақырмастан бұрын дейді. 78 қойсаңыздар, программамыз қатеміз түзедік. Енді дейді, өтір арқылы бірнеше бір типтестер айнымалар құруға болады дейді. Мысалы, бізге int x y-дің мәнін құру керек та бізге. Бұнда x өтір 4, x4, y ең 4 деп былай жазсақ болады. Java 10-да var деген кілттік сөз пайда болған. Ол қалай жұмыс істейді? Мысалы, қараңыздар, var x 10 деп терсек, дұрыс болады. Бірақ мен егер x деп былай жазып қойсам, қате болады. Өйткені var деген нәрсе, он x-тің міндетті түрде бір мәні болу керек, немесе типін қайтару керек мысалы. Сондықтан біз оған сан берген кезде, 10 деген сан берген кезде, ол x-ті int екенін өзі анықтап алады. Соның типі int екенін анықтап алады. Егер біз 10-ның орнына мысалы 10,4 или 3 деп берсек, ол уже біздің санымыз оның бөлшек екенін көрсетеді, дабл деп шығарып береді бізге. Сондықтан варды қолданған кезде міндетті түрде бұл бір мән келіп тұру керек, айнымалға меншіктелу керек. Онсыз істемейді сіздерде. Көрдіңіздер ме? Ошибка не инициализирован перемена инициализация болмаған деп қате береді. Айнымалардан бөлек деректер сақтаудың тағы бір жол бар, ол констант деп аталады. Айнымаларда біз айнымалардың айырмашылығы константада біз тек қана бір рет қана мән бере аламыз, мысалы final limit деп. Қазір
Практиканы қана бере аламыз, бірақ мысалы біз лимит деген санды айнымалысын, иә, 7 санына өзгерте аламыз, бірақ өзгерте алмаймыз, өйткені бізге final деп қойдық, и ол бізге константа ретінде жұмыс істегендіктен біз ешқандай мән өзгерте алмаймыз. Тек қана бір рет қана өзгерте аламыз. Соның себепті мысалы былай жазуға да болады. Бір рет қана мән енгізіп аламыз. Сол айырмашылығы. Константаның айнымалдан бір айырмашылығы. Өзгертуге айнымалын константа деген бізге өзгермейді. Мысалы, пидің мәнін өзгертілмейді математикалық. Енді деректер типі жаңағы айтқан осы, мысалы, осы уақытқа int деген мысалдарды көрдік, boolean дегендерді көрдік. Енді соларды бір қарастырып өтейік. Boolean типі, мысалы, мына жерде қарасаңыздар, бар жоғы екі мәнді қабылдайды. False немесе true. Мен мысалы бұл жерге сан жазып көрейін десем, мысалы boolean типіне, ол қайтарым маған ештеңе қабылдамайды. Маған қате берді. Бұл boolean типіне жатады. Енді байт дегеніміз минус 28-ден 27-ге дейін бір байттық ақпарат қабылдайды. Және жаңағы сол арадағы сандарды қабылдайды. Мысалы байт А деге, мысалы 127, мен 128 деп беріп кетсем, қазір не болады? Көрдіңіздер ме? Асып кетті дейді. Required type дейді, требуется байт дейді, но сізге жаңағы мән не берілді дейді. Оны бітіп былай программаны запускать етіп қарап көреміз, қазір қандай не шығатынын. Бізге жауап 1 шығу керек. Минус 128 шығып кетті. Өйткені жаңағы кесу арқылы, ол жаңа байттар қозғалу арқылы обратно мына бірінші несіне элементіне қайтып келді да, сонымен 128 шығып кетті. А егер мен мысалы жаңа бір шығу үшін мен қандай операция жасау керегін өздеріңіз ойланып көріңіздер. Одан кейін short деген бар. Минус 32-нен плюс 32-ға дейін 2 байт ақпарат қабылдайды. Сондай осы аралықтағы сандарды енгізе аласыздар. Short дегеніміз 2 миллиардтан, минус 2 миллиардтан плюс 2 миллиардқа дейін сандарды қабылдайды. Long дегеніміз гексама, гигама білмеймін. Терама, қанша екенін айта алмаймын. 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 дәрежесі. Минус 9-дан 18 дәрежесі. Үлкен сандарды қабылдар. Одан кейін double деген бар. Ол өте үлкен сандарды қабылдайды. Өткен байқасаңыздар 8 байт ақпарат не қылады. Және минус 324-тен плюс 308 дәрежесіне жетеді. Сондықтан үлкен сандарды осы doubleмен қолдануға болады. Char деген одиночный символ деп аталады кодировкада. UTF-16-мен 2 байтты қабылдайды. И және ол 0-ден бастап 65-ға дейін әріптері қабылдайды. И charда символдарды қабылдайды, бірақ символдарды қабылдайды. Бұлай char деп жазасыздар да. Екі талалы тырнақша емес, бір тырнақшамен қоясыздар. Мысалы көрдіңіздер ме? Немесе chардың орнына мысалы 97 деп жазсаңыздар, аның кішкентай әрпі. ASCII код бойынша. Міне, А деген 97 болып шықты. 32-ге алып отырсаңыздар, ол үлкен әріп болады. Минус 32 қылсаңыз. 65 үлкен әріп болады. ASCII таблицасын қарасаңыздар, болады Unicode-тармен. Сол кезде әріптердің қандай неде тұрғанын көресіздер. Енді бүтін сандар жаңа 10, минус 4, минус 5 деген сияқтылардың бәрі мысалы long, short, byte типтермен жұмыс істей береді. Так. Float деп қоясыздар суффиксті, жаңағы сіздерге жаңа double немесе float екен білу үшін өздеріңіз үшін қойсаңыздар болады. Символ жаңа көрсетіп кеттім 97 деп. Unicode-пен мынандай қазақша Q деген әріпті шығару керек болса, мысалы осыны қоясыздар да Unicode-дағы таблица бойынша іздеп, қазақ тілінде
PHP Unicode қандай екенін көріп алып, сол жерге осы кодты қойсаңыздар да болады. Ал бұл жерде тағы да чардан бөлек бізде строка деген бар, жол деген нәрсеміз бар. Ол бізге бұл бөлек тақырып болғандықтан ол классқа жатады. Тест. Міне hello test деген жазуды бізге шығарып береді. Бұл жерде char массивов деп аталады. Символдар массивінен жасалған нәрсе. Так, Java 15-те блок деген нәрсе пайда болды. Тексті блок деген нәрсе пайда болды. Үлкен тексттерді бөліп жазу үшін жасалған. Мысалы, осы уақытқа дейін бізге үлкен текст жасау керек болса, мысалы, /n қосу деген ол жаңа жол жасау, сигнал береді посредством келесі жолға түсіру деп. Осылай жазатын едік. Енді Java 15-те мынандай нәрсе шықты. 3 тал тырнақшаны жазасыздар да, сонда жаңағы үлкен текстіңізді шығарып береді. Не көрдіңіздер ме? Сонымен сіздерге 3 тырнақша қоясыздар. Бұл Java 15-те шыққан нәрсе, мүмкіндік. Енді экранға шығаруды біз осы уақытқа дейін үйреніп келдік. Клавиатурадан, консольдан енгізу және шығару Java'да. System out println бізге консольдан шығарып берді. System out println деген. Бізде жаңағы объект бар, out деген system классының ішінде. Оның ішінде жаңа println деген метод бар. Ол жаңа жолдан шығарып отырады бізге. Егер len алсақ, line деген мағына білдіреді, ол жаңа жолдан шығармайды, бізге жалғастырып кете береді. Мысалы, hello world деп шығарды. Енді мысалы x5 мына әдемілеп, мысалы жаңа x тең, оны x-тің мәнін қойылады, мына жердегі мына тырнақша бізге текстің мәнін шығарады, мына жерде x-тің мәнін қойылады. Мына жерге жаңа тырнақша қою арқылы, мына конкатенация қосу арқылы біз жалғап отырамыз. Одан басқа C сияқты printf деген метод бар. %d деп берілген нәрсе, ол decimal деген нәрсе біледі, сан деген нәрсе біледі. Сонда d-ның орнына x-тің мәні қойылады, d-ның орнына y-тің мәні қойылады, кезек-кезекпен. Мысалы, сіздерде мынандай үшеу жасаңыздар, 3 айнымалы olur, сол 3 айнымалы қойылып шығару керек сізге. Одан бөлек жаңа x, f деген бар, e деген бар, c деген бар, s деген бар. 16 санау жүйесінде float сандарды шығару үшін, экспоненталар шығару үшін, чарды шығару үшін, строканы шығару үшін осылай белгілер қойып отырасыз printf. Енді бізге клавиатураны енгізу керек болу үшін біз осы уақытта scannerді қолдандық. Scanner деген класс util деген пакеттің ішінде тұрған классының аты scanner. Scannerдің ішіне біз жаңа объект құрамыз конструктор арқылы. И конструктордың ішіне бізге параметр береміз system in деп. Клавиатураны системадан енгізу керек. Соған байланысты бізде in деген сканердің объектінің ссылкасы пайда болады. Біз солға ыңғайлы болсын бізге экранға жазу шығарамыз, жазу енгіз деп. Одан кейін барып жаңа next int деген басқа методтар бар. Мысалы, егер бізге бөлшек сан керек болса, next double, next float деп жаза береміз. Бізге бүтін сан керек болғанда next int деп жазамыз. И және де in close деп жазып отыру керек. Бізге ол міндетті түрде жаңағы сканерді жауып тұру үшін аяқталғаннан кейін. Міне қарасаңыз next деп. Бірінші пробелді іздейді, next line деген бүкіл енгізілген жолды іздейді, next int деген тек қана бүтін санды іздейді, double санды іздейді, boolean іздейді, byte іздейді, float, short іздейді. Мысалы, қандайсын енгіземіз, соған байланысты экранға шығарып бере отырады. printf-пен арқылы көріңіздер. Бірінші біз жол енгізіптік, вот names. Екінші age енгізіптік, ол бізді age int. Потом біз высотаны енгізіптік, ол float.
мынандай нерсеге көңүл аударайык. Эгер сиздин локалыңыз мисалы орусча болсо, мисалы 1,7 деп терим керексиз клавиатурадан. Эгер мисалы менин жанагы локализациям мисалы орнотулган операциялык жүйөм мисалы английский болсо, мен 1,7 деп энгизүүм керекмин. Мисалы сону азыр текшерип көрөйүк. Кызыл әріппен жанат, импорт класс деп жазасыздар мышканы. FF деп коем. 23 деп енгізем. Көрдіңдер ма? 22,4 енгізбен нүктемен айтылған. Түсінбей қалды бізге енгізілген форматымыз бізге сәйкес келмейді. Программаны қайтадан запуск жасайм. Мына жерге өтірік қою керек. Көрдіңдер ма? 34,3. Так, енді арифметикалық операциялар жайлы мен түсіндірген болатын. Қосу, азайту, көбейту. Мысалы, мен бұның көбейтісі 7-ге тең. Бөлу, мысалы 20-ны 5-ге бөлсек 4. Егер бөлшек сан керек болса, мысалы дабыл қоясыздар, сол кезде бөлшегін шығарады. Егер мысалы біз мысалы 21 бөлінген 5 десек, бізге жауап 4 шығатын еді, өйткені бүтін бөлінген ғана алатын еді. Сондықтан дабыл қоюға тура келеді сіздерге. Мысалы көрдіңіздер ма? 10 бөлінген 4 2. Ол үшін жағынан 10-ды бөлшек сан ету керек, немесе бөлінуін дабыл ету керек сіздерге. 4 деген интежер, мынада 10 деген интежер болып саналады. Автомат түрде соны бөлінген кезде бүтін бөлінген алады. Bir типін көрдіңіздер ма? Бөлшек санға ауыстырылды. Нүкте қойылар. Мынандай нәрсе бар, арифметикалық операция, мысалы А бөлінген Б деген сөз, ол қалдығын алып, мысалы алу. 33-ті 5-ге бөлсек, 6 көбейтілген 5, 30, қалдық 3 болады. Онда 30-ның жаңағы қалдығы, мысалы 33-дің қалдығы 3 болады. 3 болғандықтан бізге сондай жауап қалды. 22 бөлінген 4, 4-ті мысалы бөлеміз, 5-ге бөлсек 20 бөлеміз, 5 болады. Ал 24 бөлсек 6 болады еді. Мына жерде 2 бөлінген 4 болып қалады, сонымен жанынан қалды 2 болады. Одан бөлек операциялар бар. Плюс деп аталады. Инкремент, минус, декремент. Д деген сөз керісінше жағдай. Инкременттің екі бар, декременттің екі бар. Оның атаулары бар. Префиксті инкремент, постфиксті декремент. Мысалы, айнымалысына қарасаңыздар, айнымалысына қарасаңыздар 8. Бірақ біз префикс инкремент қолдандық, плюс деп. Және бізге жауап 9 деп 2 рет шақырдық. А-ны да шақырдық. А-ның мәні 9-ға ауысып кетті, Б-ның мәні 9-ға ауысып кетті. Ал енді постфиксінің инкременттің айырмашылығы, Б-ның мәні әлі уақыттан 8, бірақ А-ның мәні 9 болды. Өйткені А-ны алдықтан мына жерде бірге қостық, соны 9 болды. И сол А-ны қайтадан шақырған кезде 9 мәні болды. Бірақ біз әлі бұрынғы А-ның мәні 8 болғандықтан, бұл 8-ге теңдеп сөйтіп жұмыс істейді. Ал префиксте автомат түрде қосуларыңызды қосып тұрады. Соны есте сақтаңыздар. Префикс декрементте сол сияқты, мысалы алдын ала минус қылып тастадық, бір сан азайып кетті, 7 болды. Ал мына жерде мысалы 7 8 болып қалай берді. Өйткені бірінші ошибін операция жүргізді, бірақ негізгі А-ның бастапқы 8 мәні сақталды. Арифметикалық операциялардың приоритеттері болады. Постфиксті, префиксті инкременттер қайсысы бірінші болады, көбейту, бөлу, қосу, алу деген сияқты. Жақшанда приоритеті бар. Ассоциативті операция деген мысалы жаңа солдан оңға қайсысы жаңа операция жүреді. Оңнан солға жүреді. Мысалы мына жақтан мына жаққа қарай меншіктейміз. Қайсысы жүреді дейді. 10 бөлінген 5 па, көбейтілген 2 немесе 10 бөлінген 5, потом көбейту 2 мәді. Екеуінде түсінбейтін мәді. Сол үшін бізге жаңағы жақшан қою арқылы біз операциялық қалауын көрсетеміз. Бөлшек сандар жұмыс істеу.
Фазарядный операция деген нәрсеміз ол байтты ары бері қозғау. Мысалы 7 деген нәрсеміз екілік санау жүйесінде осылай жазылады. Мынада тағы да екілік санау жүйесінде жазылған нәрсе. Енді бізге мысалы қозғау деген мысалы көбейту деген мысалы 0-ға 1-ді көбейтсек 0, 1-ге 0-ды көбейтсек 0, 0-ға 0-ды көбейтсек 0. Сонда жауап 0 шығады. Көбейту операциясы. Логический көбейту деп. Логикалық көбейту. Қосу деп тұр. 0-ға 1 болады, 1-ге 0 қоссаң 1 болады, 0-ға 1 қоссаң 1 болады. Сондай операциялар үшін. Исключающий или деген наоборот керісінше жүреді. XOR деп аталады. Мысалы, екілік санау жүйесінде 0-0 наоборот 1 болады, 1-ге 1 0 болады. Сол сияқты операцияларды жүргізе береді. Логикалық отрицание деп аталады. Кері мағынасы мысалы 0-ды 1-ге айландырады, 1-ді 0-ге айландырады. Қозғау деген нәрсесі разрядтардың биттерін қозғау арқылы сол кезде сіздің сандарыңыз өзгеріп кетеді. Мысалы -8-ден былай жүрсе, оның наоборот дәрежесі көбейіп кетеді. Оның сонымен жаңа байттардың орындарын ауыстыру деп аталады. Шарттар бізде олар булен қайтару керек, true немесе false қайтару керек. Мына екі тең нәрсе екеуі де сан бірдей болса, ол true қайтарады, а егер екеуі тең болмаса, false қайтарады. Мысалы, А мен Б екеуі тең болу керек. False қайтарады. Сонда жаңағы мына жерде шыққан false-ты С-ға меншіктейміз. А 10-ға тең, 10-ды 10-ға салыстырамыз, true болады. Мына жерге Д-міз біздің true болып мәнін болады. Мынандай леп белгісі және тең дегеніміз, наоборот, керісінше тең емес деген мағынаны білдіреді Java'да. Мысалы, А Б-ға тең емес, ол true қайтарады сонда. Кіші А Б-дан кіші ма? False қайтарады. Үлкен А Б-дан үлкен болғандықтан бізге true мәнін қайтарады. Үлкен және тең деген нәрсе бар. Мысалы, 10 және үлкен тең болса, true қайтарады. Екеуі тең деп тұр. Кіші және тең. Логикалық операцияларын тұры жаңағы или деген немесе деген мағына береді. И және деген нәрсе. И және леп белгісі кері мағынада, мысалы, false-ды trueға айландырады, true-ды немесе false-ға айландырады. XOR деген жаңағы немесе деген сияқты. Мынау С-ны Б-ға меншіктеу, ал мынау С плюс Б дегеніміз С тең, С қосылған Б деген нәрсені білдіреді. Минус тең деген нәрсеміз жаңа С тең, С минус Б деген мағынаны білдіреді. Көбейтуде, бөлуде, соның бәрі сондай мағынада білдіреді сіздерге. Мысалы, 10-ға 5 қосады, 15, и жауапты сол А-ны қайтадан 15-ке тең болады. Соған меншіктейді. Операциялардың приоритеттері туралы болды. Мысалы, А 4-ке тең, бірақ мына жердегі қате не үшін берді? Өйткені бізге жаңа біздің типім А айнымалысын типі int болды, оны біз байтқа айландырғандықтан бізге сонда қателік болды. Ол үшін біз байтқа айландыру үшін бізге преобразование типі деп аталады. А бізде int болғандықтан оны біз байтқа айландыру үшін алдында мынандай жақшаның ішінде қандай типке ауыстыруымыз келеді, соны қоямыз. Явный, неявный деп аталады. Автомат түрде мысалы өсу бойынша B7 мына жаққа барған кезде байт инттен кіші, бірақ инт сол сандар қабылдағандықтан бізге неявный образын өсу ретінде бойынша жұмыс істегендіктен бізге ол автомат түрде қосыла береді байдингті. Байттан шортқа, шорттан интқа, лонгқа жүреді, инттен даблға, шорттан флот, даблға кете береді. Ал мынау явный деген нәрсеміз біздің автомат түрде көрсетіп өткен біздің int лонгтан кіші болғандықтан біз оны отсекать етеміз кесу арқылы. Мына деп сужение деп аталады, анау восхождение деп аталады. Преобразование кезінде мысалы біз кесу арқылы мысалы мына жерде 228 деген сан болса, бізде 129 деген сан болсақ, бізде 128 қабылдаса, соны кесіп тастайды, сонда 1 деген мән сандық кесіп алады. Мысалы көрдіңіздер, 258-ді алады, кесіп тастайды, сонымен жаңа 256 болса бізде байтымыз соны кесіп тастайды, сонымен 2 деген сан қалып қалады. Сонымен біз соны жоғалтып аламыз.
Өйткені бір круг байтта айланып келеді да, қайтадан кесіп орнына келеді. Шарттардың конструкциясы if else пен жұмыс істеу. Мысалы жаңағы if деген кілттік сөз қоямыз, және екі айнымалыны салыстырамыз. Сол кезде үлкен және кіші, үлкен салыстырамыз. Сол кезде егер мына шарт орындалса, true қайтарса, онда мына блоктың ішіндегі мына операциялар орындалады. Егер false қайтарса, мына блок орындалмайды, кете береді келесі есебіне. Else деген нәрсе емес. Егер number, if дегеніміз егер деген мағына береді, number num2-ден үлкен болса, мына жазу шығар дейміз экранға. Әйтпесе, кері мағыналы болса, керісінше болса, онда else арқылы мына блок орындалады бізде. Одан бөлек жаңағы switch деген нәрсе бар. Switch'тің ішінде if else-ге ұқсайды, бірақ оның бір айырмашылығы, switch'тің ішінде біз айнымалы береміз. Сол айнымалы қандай нәрсеге тең болғаны байланысты. Мысалы бізде намымыз 8-ге тең болғанда, мына жерге 8 келеді да, осы жердің ішінен 8 дейді. 8 бар болса, число равно 8 дейді да, соған 8-ді 1-ге қосады, ол 9-ға айналып кетеді. Сөйтіп мысалы 0 деген сан енгізсек, барады, мына жерден қарайды, мына жерден қарайды, таппаса, дефолтын алады да, число не равно 1 мен 8, 9 арасында. Switch'in ішіне кейс деп жаңа кілт сөзбен жүреді. Әрбір жеріне байқасаңдар break деп отырады. Ол тапқаннан кейін мынау switch'тен шығу керек, сол үшін бізге аяқтаймыз. Басқа блоктар орындалмау үшін шығып кету. Дефолтты түсіндірдім. Кейс 2, кейс 3, кейс 4 деп мысалы 2, 3, 4 деп мысалы келсе намығы, ортақ мәні олардың мысалы output 6-ға тең екен. Олай шығару керек. Бинарный операция деген нәрсені үйретілген. Бірінші операндында шарт болады. Одан екінші операндында егер шарт true болса, сол орындалады. Үшінші операндында false болса, else деген мағына орындалады. Мысалы жағанағы x, y-ден кіші ме? Бізде шарт бойынша ол false қайтарса, қос нүкте жақтағы шартқа кетеді. Егер мысалы x-іміз біздің мысалы 1 болса, онда сұрақ белгісі тұрған жердегі сұрақ белгісін қойып, содан кейін жаңағы 1 мен 2-ні қосамыз да 3 деген мәнін шығарамыз. Циклдар жайлы туралы айтқан болатын. For, while, do, while деп. For деген негізгі қалай жазылады? For, счетчиктің инициализациясы дейді. Нүктелі өтір қоясыздар. Одан кейін шарт қоясыздар, нүктелі өтір қоясыздар. Счетчиктің жаңағы инкрементін, қанша қадамын қарап отырасыздар. Мысалы, мына жерде қарасаңыздар, счетчиктің инициализациясы ай бізде бірінші 1-ден басталады. Бірінші мәні, бастапқы мәні. Одан кейін осы шартқа сәйкес келген салыстырып отырамыз. Сонымен бірге қосып отырамын арқылы сонда циклды қайта жүргізіп отырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 келеді. 9-ға келген кезде мына шарт орындалмайды да, біздің цикліміз жүрмей қалады. Бұл цикліміз аяқталады. Пока не достигнет 9-ға дейін деп тұр, көрдіңіздер ме? For-да мынандай нәрсе жазу болады. Нүкте өтір, бұны бесконечный цикл деп аталады, то есть тоқтаусыз цикл жұмыс істей береді. Мына жерде жаңағы бастапқы мәнін алып тастап, сыртқа шығарып тастап, мысалы нүктелі өтір қойып, i++-ті мысалы мына блоктың ішінде жасап отырсыздар. Солай жасаңыздар да болады. Циклдің ішінде мысалы мына нүктелі өтір бірінші мәндерді орнату, екінші шарттар и жаңағы счетчиктің өсуі. Солай жасаңыздар болады. Айнымалы қосады. Do while'дың бір жақсы жері, сіздерде бір рет болсын қате мән беріп көрсеңіздер де, мысалы, соны бір рет болсын орындалып көреді. Мысалы, G үлкен 0-ден болу өтеді. Мысалы, мен G-дің орнын аламын да, мен -5 деп енгізіп көрсем, -5 деген экранға жазу шығарады. -5-ті жаңағы азайтады, -6 деп, және мына жақта шартқа сәйкес келмегендіктен шарт шығып кетеді, сонымен болды бітті. Бірақ экранға мына жазуды шығарып аламын мен.
Бірақ рет болсын қайтабы қатемен кірсе де орындалады. А while'да міндетті түрде шарт орындалмаса қатемен кіргізбейді және жүргізбейді. Көрдіңіздер ма? Егер шарт true қайтарса, онда код біздің цикл орындалады. Егер мына жерге жаңағы қайтып келсек, бірінші кодтың циклі орындалады дейді, одан кейін барып while мен шарт тексеріледі. Операторлар бар, continue, break деген кілт сөздер. Олар жаңағы кез келген циклдің ішіне немесе жаңағы методтен шығып кету үшін нәрсесін аяқтау үшін. Мысалы, егеріміз айымыз мысалы цикл жүріп келе жатыр, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 келген кезде айымыз 5-ке тең болса, біз брейк дейміз да, сонда циклдан шығып кетеміз. Соны ары қарай есептемейміз. Continue деген керісінше, ол мысалы 5-ке сәйкес тең болған кезде 5-ті көрсетпейміз да, секіріп кетеміз да, келесі 6-шы элементке кетіп қаламыз. 6 деген. Мысалы, мына жерден осы мысалды тексеріп көрсек болады. Ой, мына қосым кеттім. Ана жерге int қабылдау керек еді, мен текст жазып қойдым. Не көрдіңіздер ма? 1, 0, 1 дейді, 5 деген сан жоқ мына жерде. 5-ке тең болғандықтан секіріп кетті де бізге келесі элементтің жұмыс істеп кетті. Массив дегеніміз тек қана бір типтер мәндерін сақтайды. Мысалы, мына жерде типті анық деп тұр. И массивтің атын беріледі. Массивтің аты жазылғаннан кейін мынандай тік жақшаларды қоямыз, квадрат жақшаларды. Ең осы квадрат жақшаның типтің алдында былай жасалады. Массивтің жазудың екі жолы бар. Анықталды. Енді массивтің және массивті шақырып ақпарат туралы бергендіктен біз массивке қанша элементтен тұратынын көрсетіп кетуіміз. Бұл үшін new int деп жазамыз, 4. Қанша элементтен тұратынын көрсетеміз. Мысалы, 4 элементтен 5 элементтен тұратынын көрсетеміз. Және де массивтің тағы да басқа түрі бар, былай жазуға болады. 1, 2, 3, 5 деп қойсаңыз, ол 5 өлшемді массив деп жасауға. Немесе былай жазуға да болады. Мысалы, былай жаздық. И әрбір массивке, мысалы 4 өлшемді массивке, бір өлшемді массивтің 4 элементіне бір санды жазып шықтық. Сонымен жаңа кез келген массивтің мәнін көру үшін біз массивтің атын жазамыз және квадрат жақшаның ішінде соның индексін көрсетеміз. Мысалы, 2-де көрсетсек, бұл 4 деген нәрсені білдіреді. Егер 5 десек, бізге қате шығатын еді, өйткені біз массивтің элементінен шығып кетті. Осы мысалды көрейік қазір. Мынаны жауып отырамын. Мен 5-ші элементінен аламыз. Бұл жерде 5 деген себебі өйткені массивтің элемент индекстері 0-ден басталғандықтан біз сонымен 5-ші элемент деп айтып отырмын. Не көрдіңіздер ма? Массивтің ұзындығы жаңағы 4 дейді, пределдар шығып кетті дейді массивтің шегінен. И сонымен жаңа 23-ші строкада қате шығып тұр дейді, міне қатенің жолын көрсетіп тұр. Мына жерден қате кеткенін көрсетті. Мен 4-ші элементіне шақырам. 100 деген мәнде шарт береді. Массивтің ұзындығын өлшеу үшін numLength деген формуласын қолданамыз. Методын шақырамыз. numLength. Бұнда массив қанша элементтен тұратынын көрсетті. 4 элементтен тұратынын көрсетті. Мына жерде жаңағы numLength -1 деп жазатын себебі, өйткені соңғы элементін табу үшін мысалы бізде 4 элементтен тұрады деді, бірақ бізде индекс 0-ден басталғандықтан -1 жасап отырасыздар.
осылай жазып отырасыздар. Соңғы элементін алу үшін. Бірінші элементін алу үшін ол 0 қоясыздар. Екі өлшемді массив жазу үшін 2 тік жақша қоясыздар. Үш өлшемді массив үшін 3 жазасыздар. Осы сияқты мысалы толтырып шығасыздар. Жақшаның ішінде бір жақша, оның ішінде бірінші жолы, екінші жолы, сонымен бағандар болып кетеді. Бір өлшемді массив көрдіңіз ме? Рет-ретімен кетті. Екі өлшемді массивтің былай жұмыс істеп кетті. Зубчатый массив деген нәрсе бар. Ол жаңа толтыру. Жаңа жолдар белгісіз. Бір элемент бір жолдан тұрады, екі жолдан тұрады, үш жолдан тұрды дейік. Бір баған, екі баған, үш баған, бес баған деп кете береді. For each деген нәрсе бар. Ол бізде массив пен коллекциялар үшін қолданылады дейді. Былай басқа кезде біз for each'ті қолдана алмаймыз. Жарайды. Оны мысалы жаңағы бүкіл осы массивтеріміз бәріміз мысалы for each деп жаза саласыздар. Не көрдіңіздер ме? IntLJ'ді for each деп жазсаңыздар, мысалы int a дейміз. И массивтің атын бере саламыз. Соны жаңағы cout пен a деген нәрсені шығарсақ, сонда массивтегі нәрсенің мына жердегі контейнер дегенімізде мына жер массив болып тұр. Соны бір айнымалыға тіркеп отырады. Бізде массивіміз int болғандықтан, сондықтан мен айнымалының типін int a бердім. Int типті a қылдым. Енді мына жерде бір-бірден осы намыстағы массивтің бір-бірден элементін a айнымалысына тіркейді. Сонда жаңағы 1, 2, 3, 4, 5 деген нәрсені шарп береді. 100. Мысалы 1, 2, 4, 100 деген мағынаны шарп береді сізімізге. Екі өлшемді массивті алу үшін өйткені сіз екі цикл қоясыз. Бірінші жол бойынша іздейсіздер. I деген жол, J деген біз баған бойынша соны циклы жүргізіп шығарасыз. Енді жаңа айнымалылар мен константалар бізде мәндер сақтаса, ал метод бізде ол операторлардың жиынтығы және солармен байланысты бір іс-әрекеттерді істейді дейді. Методтердің жаңағы модификатор досы бар, жаңа private, public, protected, модификатор по умолчанию деген нәрсе бар. Сол қолданып жазсаңыз болады, жазбасаңыз болады. Тип возвращаемого значения деген біздің типіміз қандай, int немесе класстың типін беруге болады. И және методтың аты, және мынандай нәрселерге кітапта көрсеңіздер, тік жақшаны көрсеңіздер, міндетті емес нәрсені білдіреді. Параметрлер міндетті емес деген сияқты мағына білдіреді. Көрдіңіздер ме міне? Квадрат жақшада қойған нәрсе. Модификатор мен параметрлер міндетті емес дейді. Бірақ бізде тип болу керек, методтың аты болу керек. Енді жаңа айтқандай, бұл жерде операторлардың жиынтығы болғандықтан, сол жиынтықтармен бір іс-әрекет жұмыс істейді. Мысалы бізде main деген метод, оның ішінде мынау параметрлері, мынау методтың аты, мынау жаңағы типі қайтарады қандай, void па, void емес па, и және жаңа модификатор досы бар. Көрдіңіздер ме? Public static модификатор. Бұл жерде void қойылғансақ, бізге метод ештеңе қайтармайды. Ол деген параметрлер список. Мысалы, мына hello деген қарасаңыз, метод жасаңыздар, мынау типі, мынау жаңа методтың аты және операторлар тізімі. Мен void hello деп мысалы жазып отырмыз. Мысалы, осы бір мысалы алып көрейік. Ол методтың сыртында болады, класстың ішінде емес. Енді оның үшін шақыру үшін сіздерге объект құрып алу керек бізге. Содан кейін объект құрғаннан кейін барып, бізде hello және welcome деген методтерін шақыра аласыздар. Соны есте сақтап кетіңіздер. Мысалы, hello, welcome деп жазып кеттік. Мына жерде былай объекті құрма арқылы жаздырған себебіміз, өйткені класстың модификаторларын, мысалы, статик деп қойсаңыздар, онда объекттің құрудың қажеті жоқ еді бізге. Мысалы, мына жерде алып тастаймын.
статик деген кілт сөзін қосам. Бізге объект құрмай ақ методтер шақыруға болады. Методтер тізімі, мысалы екі санның қосындысын жасайтын метод бар екен бізде. И соны жаңа экранға шығарып беру керек. Мысалы void тип десек. Бізге void емес, бізге ол мән қайтаратын жасап қоямыз. Мен аламда қазір оны алып мынаны мән қайтаратын істеп беремін. Void'тың орнына аламда мен int деп жазам. Тип қайтарды. Енді менде қате береді. Return missing return statement жоқ дейді. Ол үшін мен аламда мына жерде return деп былай жазсам да болады. И жаңа z айнымалысын жазып, потом z айнымалысын құрсам да болады. Енді маған x суммасын жасау үшін маған variable деген объект құруым керекпін. И сонымен жаңа variable'ның ішіндегі объектті sum деген шақыруым керекпін. Бұнда мен статик қойып тұрмын. Сонымен жаңа 3, 4 қоям. Болды. Бұл орындалғаннан кейін бұл мәнді бір жерге, мысалы, бір типке жасауға болады. Мысалы, result деп айнымалы құрып, бұлай жасауға да болады. Немесе system out принтермен экранға, мысалы, variable sum 3,3 бөлінген 3,4 деп қоясам болады. Одан кейін мынау керек емес болып қалды. Көрдіңіз, сері болып, сұр түс болып тұр. Cout пен result'ты қоямын. Екеуінде жауабы 7 шығады. Мына бірінші 7, мына екінші 7. Мысалы, дисплейдің ішінде параметрлер тұр. Бірінші параметр name, екінші параметр age, аргумент дегеніміз соның name'ның қандай мәндері келеді. Мысалы, бұған tom деген мән келеді. 34-ке age келеді, өйткені саны. Сонымен жаңа tom мен оның жасын экранға шығарып береді. Айнымалының ұзындығы, параметрдегі айнымалының ұзындығы деген нәрсе бар. Ол мынандай нәрсе бар. Үшінтіге қою арқылы ол массив сияқты жұмыс істейді. Оның принципі қалай жұмыс істейді? Өйткені сізде бірнеше аргументтен тұруы мүмкін деген нәрсені білдіреді. 1, 2, 3, немесе 1, 2, 3, 4, 5, немесе 0 элементтен тұрады. Ол қарасаңдар, намыс бізде көрдіңіз, контейнер болып келеді массив ретінде. И for each'ті қолдану арқылы біз соның бір-бірден мәнін алып отырып, қосып отырамыз да экранға соның жауабын шығардық. Мысалы 6, 15, 0 деп. Осындай нәрсені қолдансаңыздар да болады. Тағы да бұның бір айта кетерлік ережесі, бұл соңында тұру керек. Методтың параметр ретінде соңында тұру керек. Мысалы, осы мысалды ала саламын. Мысалы, мен қазір былай мына жерден алып, орындарын ауыстырып жесем, қате береді. И айтады да, var arg деген жағына айнымалы параметр. Must be last дейді. Өйткені ең соңында болады. Өйткені ол уже массив ретінде қолданғандықтан ең соңында. Сол үшін бізге жұмыс істемей қалды. Сол үшін мынау 3 нүктені айнымалысы барлар қойған кезде сіздерге міндетті түрде методтың параметрінің ішінде ең соңында тұру керек. Осы ережені ұмытпаңыздар. Оператор return жағына көрсеттім. Бұл return. Егер мысалы кластың altында void емес тип қайтарсаңыз, онда мысалы бізде мынау мысалымызда сумда тип қайтарылып, ол үшін біз міндетті түрде соның жаңағы есептеудің аяқта келген айнымалар қосып, біз оны int типке қайтару керек. Егер мысалы менде мына жерде double болып қалсын дейік, көрдіңіздер ме, қате берді. Мысалы менде y double, мынау x, бірақ маған мынау суммамыз типін int қайтару керек. Ол үшін мен не істеймін? Мен мысалы бұны бір типке айландырам, немесе оларды қосып алып ортақ типке айландырам. Мысалы былай келтіруім керекпін.
Мен ортақ типке келдірдім да, сонымен жаңағы қайтаратын типі int болу керек. Осыны ұмытпаңыздар. Қандай тип бердіңіз, мысалы класстың типін берсеңіз, сол класс қайтару керек сізге. Егер дабл болсаңыз, дабл қайтару керек міндетті түрде. Мысалы, мына жерде string қайтарып тұр, көрдіңіздер ме? Бәр жерде ретурның ішінде, тырнақшаның ішінде тұрған нәрсе ол string болып саналады автомат түрде. Барлықтан да мысалы invalid data, good night, good evening деген нәрсені қайтарып отырсыздар. Үшін не көрдіңіздер, мынандай жазу шығады, ответ. Үшін қандай тип берсеңіз, сондай типті қайтару. Бәр жерде мысалы return деп тұр, мына if-ке байланысты. Егер осы шарт орындалса, return дейтін мынаны қайтарып жүреді, мына қалғандар ретурндар істемейді. Else if деген оператор бірінші мынаны 24 пен 0-дің арасында салыстырады. 24 үлкен, 0-ден кіші болса, дата дұрыс емес дейді. Егер 21 мен 6-ның арасында болса, кеш бол дейді. 3-тен кейін болса, кеш болды дейді. 11-ден үлкен болса, түстен кейін дейді. Ол қалған уақытта else, қалған уақытында әйтпесе деген сөзіміз. Morning деп айтыламыз. Меттен шығу үшін біз return қолданамыз. Мысалы, мына жерде қарасаңыздар, void-та мысалы return деп қолданды. Егер осындай болса, программада шығып кету, арқай орындамау деген нәрсені істеу үшін арналған нәрсе. Перегрузканың методты ағылшын тілінде overloading деп аталады. Ережесін мен алдында сабақта түсіндіріп кеткем. Бұл методтың аттары бірдей, бірақ параметрлері әртүрлі, және типтер әртүрлі болу керек. Мысалы, мына жерде сумма деп тұр. X-іміз int, Y-іміз int болып тұр. Мына жерде енді double'ымыз double болып тұр. Көрдіңіздер ме? Қайтаратын типі де әртүрлі болып тұр. Мысалы, sum int, мысалы, 3 параметрден тұр. Үшеуінде аты sum деп тұр. Бірақ сіз қандай мәнмен шақырасыз, соған байланысты программаңыз өзі автомат түрде тартады. Мысалы, 3 параметр берсек, мына жақтағы параметрге көреміз. Мына жақтағы бөлшек сандар берсек, даблға кетеді да, мына жақтағы блокты орындайды. Метод шақырады. Мына 2 мен 3 берсек, мына жақты орындайды. В общем, екі жақтың несін орындайды. Рекурсивный функция дегеніміз не? Ол рекурсивный функция дегеніміз, ол жай методтың айырмашылығы, олар функция өз-өзін шақыру деп аталады. Мысалы, мына жерде мысал қарасаңыздар, факториал деген методтың ішінде, факториал деген методтың міне аяқталу, міне аяқталу. Сол ішінде өз-өзін қайтадан шақырады. Мысалы, x-ке мысалы 2-ні берсек, мына шарт орындалмайды да, x-іміз 2 болады, факториал 2 алынған 1 болады, 1 барады, қайтадан мына жаққа мынаны қайтадан шақырып, 1-ге көбейтеді, сонымен жаңағы 2 болып кетеді. Жауабыңыз сөйтіп 2 болып көбейтіліп кетеді. Сөйтіп өз-өзін қайта-қайта аяғына дейін жетпегенше сол саны есептей береді. Факториал, рекурсивный функция, Fibonacci, мысалы бір заңдылыққа сәйкес келсе, сол кезде рекурсивный функцияны қолданасыздар. Міне Fibonacci сандары мысалы, мынандай формула бойынша есептелген. Өз-өзін көрдіңіздер ме, қайта-қайта шақыра бересіздер. Мынандай шарт 0-ге тең болса, ол 0-ға тең, 1-ге тең болса, ол 1-ге тең. Көрдіңіздер ме, шарт қойып кеткен. Исключение деген сабақ болды. Try catch final деген ол соңғы сабағым болды. Оны түсіндірудің қажеті жоқ. Мен түсіндіріп кеттім. Try деген бір формулалар есептеп көреміз. Мысалы, есептеулер жасап көреміз. Мысалы, бізде массив 3 элементтен тұрады. Бірақ 4-ші элементіне барымыз келеді. Бізге қатені ұстау үшін қатені туындайды. Catch арқылы ұстап аламыз да, сонымен жаңағы қатені шығарып береміз. Catch арқылы. Final деген нәрсеміз ол міндетті түрде орындалады. Бірнеше исключениялар істеу үшін біз catch-пен 2 catch жазамыз. Қандай формулаға байланысты, қандай қатеге түскен байланысты. Егер мына қате болса, мына блок орындалады, мына catch жасалады. Егер мына қате орындалса, мына жағы орындалады. Мына бір формат өткені бізде санын қабылдау. Throw деген туралы тоже айтып кеткем. Түкіру деген сияқты, либо
выплюнуть орысшасы. Сонымен жаңағы қатені ұстаудың амалдары. Класс жайлы қайталауға тағы да ойлаймын. Бұл 2-ші сабақ, 9-ші сабақ ретінде түсіретін, 10-ші сабақ ретінде түсіретін сияқтымын. Bunu қайталау үшін. Бүгін 9-ші сабағымыз бітті. Негіздерін классқа дейін нәрселердің бәрін айтып кеттім. Классқа дейін нәрселердің бәрін айтылып кетті. Сол туралы арғай тағы уақытым болса, қазір 1 сағаттан кейін тағы да түсіріп көремін. Уақытым болмаса, ертең талқылаймыз. Тікелей эфирде.